Қайырлы кеш баршаңызға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін өте керемет, дәмді әрі дастархандарыңыздың көркін ашатын өте оңай салаттар жасайтын боламыз. Бұл салаттар үйде бар қарапайым заттардан жасалады, сондықтан да міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен піскен қызылшамызды үккіштен өткізіп аламыз. Мен алдын ала пісіріп, суытып қойдым. Қызылшамызды үккіштен өткізіп, таза ыдысқа салып қоямыз. Одан кейін жуылып тазартылған және кептіріп алған жаңғақтарымызды пышақтың көмегімен ұсақтап турап аламыз. Жаңғағымызды ұсақтап турап болғаннан кейін келесі кезекте сарымсақты да ұсақтап турап қосатын боламыз. Сарымсақтың бір тішесі жетеді, көп қосудың қажеті жоқ. Келесі кезекте сырымызды үккіштен өткіземіз. Кез келген сыр жарай береді. Үккіштен өткізген сырымызды қызылшамыздың үстінен саламыз. Келесі кезекте алдын ала мейізімізді жуып, кептіріп, оны да ұсақтап турап қосатын боламыз. Егер де мейіз болмаса, кептірілген өрік те жарай береді. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар. Алдағы уақыттарда мен сіздермен бұдан да керемет көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Барлығын үккіштен өткізіп болғаннан кейін үстіне тұз сеуіп, майонез қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ендігі кезекте піскен жұмыртқаларымызды шетінен видеодағыдай гүл тәрізді етіп кесіп аламыз, және де жұмыртқаның сарысын бөлек алып қоямыз. Ағын майдалап турап салатымызға қосатын боламыз. Сарысы бізге соңында қажет болады. Бұл салат өте оңай, әрі үйдегі бар заттардан жасалады, өте дәмді болып шығады, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Салатымыздың үстіне жұмыртқаның ағын қосып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте осындай кольцоға салатымызды саламыз. Егер де сіздерде бұндай кольцо болмаған жағдайда, ол міндетті емес. Кез келген тарелкеге салып, өз фантазияларыңызбен әсемдесеңіздер де болады. Барлық салатымызды кольцоға салып аламыз дағыны. Бағанағы алып қалған жұмыртқамыздың сарысын үккіштен өткізіп, бетіне әсемдік үшін себетін боламыз. Жұмыртқаларымыздың сарысын үккіштің майда бөлігінен өткіземіз, сол кезде әдемі көрінетін болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай салатымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын сеуіп шығатын боламыз. Жұмыртқаның сарысын осылай қасықпен бір тегістеп аламыз. Абайлаңыздар, кольцоны шешер кезде асықпай алсаңыздар болады. Енді бағана кесіп алған жұмыртқаларымызды осылай гүл тәрізді етіп сәндік үшін қоятын боламыз. Мінекей осымен қызылшадан жасалған керемет салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді екінші салатымызды жасауға кірісеміз. Мен барлық көкөністерді алдын ала осылай қайнатып, үккіштен өткізіп дайындап қойдым. Бізге кез келген осындай кеңдеу тарелка және де осындай стакан қажет болады. Алдымен осындай картопымызды қайнатып, үккіштен өткізіп, бетіне майонез жағып, одан кейін осындай түрлі түсті пиязымызды турап, оның үстінен қасықтың көмегімен жайғастыратын боламыз. Келесі кезекте піскен сәбізімізді пияздың үстінен орналастыратын боламыз. Сәбізді асықпай жақсылап орналастырамыз, үстіне майонез жағамыз. Жұмыс істегенге ыңғайлы болу үшін майонезді кондитерлік қалташаға құйып алдым. Осы жерде сәбіздің үстінен кішкене тұз себуді ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте осындай консервідегі балықты пайдаландым. Сіздер кез келген өздеріңізге ұнайтын балықты пайдалансаңыздар болады. Оны да ұсақтап турап, сәбізіміздің үстінен жақсылап жайғастыратын боламыз. Өте қарапайым әрі өте дәмді салат. Осы балықты жайғастырып болғаннан кейін бетіне майонезді жағамыз да, оның бетінен піскен жұмыртқаларымызды орналастырып шығамыз. Жұмыртқаның үстіне майонез жағып, сырды үккіштің майда бөлігінен өткізіп алып, бетіне сеуіп шығатын боламыз. Сырды жақсылап сеуіп болғаннан кейін
лопатканың немесе қасықтың көмегімен жақсылап орналастырып алатын боламыз. Мінекей салатымыз осымен дайын болды. Осы жерде стаканымызды асықпай алатын боламыз. Салатымыз осымен дайын. Өз фантазияларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Мен осылай аскөкпен және де анардың дәнімен әсемдеп шықтым. Бетін жауып холодильникке 1-2 сағатқа қойсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Осымен салатымыз дайын болды. Өте қарапайым әрі дәмді болып шығатын салат. Кез келген дастархандарыңыздың сәнін беретін салат. Өте тойымды, сондықтан да міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Ал сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Алда келе жатқан жаңа жыл құтты болсын.